Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Аманжан Арайлым. Мұхағали Мақатаев не пайда күрсінгеннен өкінгеннен, не пайда дәтке қуат бекінгеннен, алайда емханада көз жұмғаннан жақсы еді ғой майдан өтінде өлген. Құрбан ғып жастығымды, жас ғұмырды, жауымнан жасыра алмай қыстығымды. Жанымды аямаған жауларымнан ала жатар едім ғой жастығымды. Өкінбең, мұңайманды өксімеймін. Өмірім осылай-ақ өтшімейлің, алайда аласапыран тіршіліктің алдында күресе алмай тексілейлің. Күнін көріп жүргем жоқ жетім құлдың, бірақ та не бітірдім, не тындырдым. Шөп жинаған ініне суырдайын, әйтеуір тіршілікке бетім бұрдым. Қарасас, қара шалғын өлеңдестім. Жыр жазсам, оған жұртым өлемдестің. Өлсе өлер Мұхағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім. Туған жер, сағындырды келдесіме. Өзім кепіл енді оны көрмесіме. Тағыдай тауда өскен тарылан едім, таңылдым емхананың бөлмесіне. Кім кепілдік береді өлмесіме? О дәурен, неткен ғажап сүйіктеді, жайылған жасыл маңда киіктері, отырған оңашада биіктегі, таңғы самал жататын сүйіп мені. Ойнатып омырауда таң самалын, мен алғаш шыққан күнді қарсы аламын. Мәңгілік сол биікте қалып қоймай, несіне бұл тірлікті аңсағаным. Қасқа бұлақ, қасыңнан неге кеттім? Не деген жел айдаған көбелекпін, еркіндік еркелікті місе тұтпай, тасқа кеп өз-өзімді шегелеп.